Үйленудің қасиетті іс болуының себебі неке қию. Мұстахимұлы Қазим, бірінші бөлім. Неке отбасының құламай тұруының, ер мен әйелдің бірге бақытты өмір сүруінің кепілі. Неке әрі құқықтық, әрі әлеуметтік тұрғыдан адамзат қоғамының нық сеніммен алға жылжуы үшін өте маңызды алғы шарт. Некелесу өскен ортасы, туған жері, көрген тәрбиесі бір-бірінен өзгеше екі жастың неке арқылы өмірлерінің соңына дейін бірге өмір сүруінің кепілі. Қасиетті Құранның баяны бойынша дене мен киімнің бір-біріне көрік беріп үйлескені тәрізді некелескен ер мен әйел бір-бірін толықтырып тұрады. Діни неке болсын, заңды неке болсын, адам баласының ұрпағының жалғасуы мен адамзаттың адам-атадан бастап бүгінге дейін жалғасын тауып, маңыздылығын ешқашан жоғалтпаған әлеуметтік мәні ерекше институт. Некені жарияланып, жақындары екі жастың некесін қабылдау үшін екі жастың бір-біріне деген шынайы сүйіспеншілігімен қабылданған шешімдеріне отбасыларының шынайы ризашылықтарымен берген рұқсаттары керек. Әрине, екі жастың болашақ бақыты үшін төрт көз түгел отырып, кеңеспен тон пішіп қабылдаған шешімі керек. Ол болмаса, бір аяғы жоқ үстел сияқты екі жастың да некесі ұзаққа бармайтыны бесенеден белгілі. Бұл туралы қасиетті Құранда әйелдерді ата-ана, яғни иелерінің рұқсатымен ғана өздеріне некелеңдер деген әмірі бар. Олай болса, оңаша кездесу, араласу, сөз байласу, ата-анадан басқа адамдардың араласуымен жасырын қиылған некелер қоғамда әрқашан керағар әңгіменің тақырыбы болғаны белгілі. Демек, жасырын неке қиылған некелер діни жақтан болсын, әлеуметтік қарым-қатынас жағынан болсын, тіпті адамзаттың бүтіндігі мен игілікті өмір жағынан болсын, қоғамның тұтастығының сақталуына өте қауіпті екені белгілі. Отбасы құрып, некеде болу, мейлі заңды, мейлі діни болсын, қай жағынан алып қарағанда да әлсіз болып жаратылған әйелдің құқығын қорғап, оның қоғамдық өмірдегі басына келетін кез келген мәселеге жауапкершілікпен қарайтын ер адамды оған заңды әрі діни некемен байлау арқылы әйелдің бас амандығына кепіл беру деген сөз. Демек, адам баласының ұрпағының жалғасуы үшін қоғамға ең қажетті тіршілік ұясы отбасы. Ол өмірге нәресте әкеліп, ұрпақ жалғастырушы әйелдің бас амандығы мен құқығы үшін аса маңызды. Неке болмаған жерде әйелдің құқығы аяқ асты етіліп, ар-намысы тапталып, қоғамда зинақорлық жайылып, адамзат мейлінше бұзылатыны белгілі. Бұған КСРО-ның алғашқы жылдарындағы коммунистер қабылдаған азаматтық некемен некеде тұрмаудың келтірген зардаптары айқын дәлел. 1917 жылы КСРО құрылғаннан кейінгі некеден бас тарту туралы науқанның нәтижесінде онсыз да қолдарына орақ пен балға ұстаған сан миллиондаған кедейлер отбасы құрып, некеде тұрудың жауапкершілігінен туындайтын ауыртпалықтарын бас тартып, жалған сезімнің өткінші ләззатына құмартып, ер мен әйелдің бөлек болмысын табиғаттың жыныстық қажеттілікке сай жаратылысы деп қана ұқты. Соның кесірінен көшелерде сан мыңдаған ар-намысы тапталған жесір әйелдер мен тұрмысқа шықпаған кәрі қыздар қалды. Мәселен, онымен біткен жоқ. Қоғамда әйелдердің құқығын қорғап, отбасының сақталуын қорғайтын нақты заң болмағаннан кейін қорғансыз әйелдерден туған қаншама балалар амалсыздан жетімдер үйі мен балалар үйіне табысталды. Оларды тәрбиелейтін, асырайтын, оларға қоғамның мәдени құндылықтарын үйрететін аналар мен әйелдердің жағдайы жоғарыдағыдай болғаннан кейін, олар балаларды тек қана ұрумен немесе бүгінге дейін біздің қоғамда бітпей келе жатқан әлімжеттілік арқылы басқаруға тура келді. Демек, неке тек қана ер мен әйелдің ортасында құқықтық һәм жыныстық қажеттіліктерді ғана реттеп қоймастан, сан миллиондаған отбасыдан құралатын отан деген ұлы ұғымның да аман сау сақталып, оның құшағында тәрбиелі ұрпақ өсіп жетілу үшін де
некенің ойнайтын рөлі маңызды екенін көруге болады. Неке бұзылса, қоғамның барлық саласындағы адамдар мен олардың өзара қатынасына нұқсан тигізері белгілі. Неке болмаса, әйел мен ер арасындағы қатынас тек жыныстық қатынас дәрежесінде ғана қалады. Неке арқылы әйел мен ер арасындағы байланыс айналадағы барлық таныс адамдарға жарияланып, бұдан былайғы отбасылық өмірде екеуі бір-біріне көмекші, толықтырушы ретінде бірге өмір сүруге кепілдік береді. Неке арқылы әйел баласына тән нәпақа, мәһір, мирас, әлеуметтік көмек секілді әйел адамға басқалар арқылы берілетін қажетті шарттар күйеуі жағынан заңды түрде шешімі табады. Адам баласының қуанышы мен қайғысын бөлісетін, өзара туыстық қарым-қатынас жасайтын анасы, әкесі, атасы, әжесі, нағашы атасы мен нағашы апасы, аға бауыр, әпке қарындас, тағы басқа жақындарының барлығымен болатын байланыстар осы неке арқылы реттеледі. Неке болмаған жерде атадан балаға жалғасқан сан ғасырлық ұрпағының жалғасуының дәнекері болған отбасы институты да жоқ болады деген сөз. Қысқасы, неке арқылы адамзат қоғамы ең басты әйелдер мен балалардың құқығынан бастап, бүкіл адамзат баласының өсіп жетілуі, бір-бірімен дұрыс байланыс жасауы, әрі күн сайын дамыған адамзат қоғамының жетістіктерін келесі ұрпаққа аман-сау қалдыру үшін некенің рөлі қай заманда да маңызды болса, осы заманда да сол құндылығын арттырмаса жойған жоқ. Қандай мемлекетте отбасы институты құласа, немесе өз қызметін басқа мақсатқа ауыстырса, демек, ол мемлекет ұзаққа бармайды, жоғалуы бек мүмкін. Мысалы, ресми дерек бойынша Ұлыбританияда 54 миллион адам тұрады. Соған қарамастан, жыл сайын халықтың өсу көрсеткіші тек қана 50 мың ғана. Олардың көбі жұмыс іздеп келген босқындардың есебінен. Ал елімізде 18 миллион 300 мың адам бола тұра, жыл сайын орташа 300 мыңға көбеюдеміз. Демек, бізде Англияға қарағанда отбасы институты әлде қайда жоғары деңгейде өз рөлін дұрыс атқаруда деген сөз. Отбасы түсінігінің маңызы. Отбасы кез келген қоғамда өз қадір қасиетін жоғалтпаған адамзат қоғамының ең көне бірлестігі. Отбасылы болу адам баласының қоғамда жеке тұлға ретінде өмір сүруінің ең үлкен жауапкершілігінің белгісі. Адамзат қоғамында бүгінге дейін бар болған кез келген дін мен мәдениеттің барлығы бір ауыздан адамзат қоғамының бұзылмай, есен-сау алға жылжуы үшін отбасының атқарар рөлі аса маңызды екенін дәлелдеген. Адамзат тарихында кейбір дәуірлерде отбасы өз рөлін әлсіретсе де жоғалмаған. Отбасы жоғалса, ұзаққа бармай адамзат баласы да жоғалады деген сөз. Ендеше кез келген кішкентай ауылдан бастап ғасырлар бойы жарты әлемді алақанында ұстаған алып империялардың барлығы отбасы институтын дұрыстамай ешқашан мәдениет, өркениет жасай алған емес. Демек, адамзаттың басқа жаратылыстардан айырмашылығы сол, ақылы мен сезімін дұрыс қолданып, үлгілі отбасы құруы және сол арқылы өз бабаларынан қалған құнды мәдени жәдігерлерді келесі ұрпаққа жеткізуді өзіне эстафеталық аманат ретінде қабылдануда. Отбасы түсінігі. Отан отбасынан басталады. Халық мақалы. Әлеуметтанушылар мен тарихшылар отбасыны бірлік ретінде қарайды. Отбасы құрған мүшелердің жеке ерекшелігі мен сипаты, міндеті мен сандары әртүрлі болғандықтан, отбасыны тереңдей тану қазіргі заманда күрделі мәселелердің бірі болып саналады. Әлеуметтанушылар, феминистер, ағартушылар, тарихшылар, психологтар, діндарлар бәрі де отбасы жайлы әртүрлі анықтама айтқанымен, олардың бәрінің ортақ қорытындысы мынау: отбасы ата-анадан және олардан туған балалардан құралып, бір-біріне туысқанмен байланысып, өзара селбескен, көмектескен әлеуметтік бірлік, адамзат қоғамының микро моделі, яғни отан отбасынан басталады.
Отбасы құрудың бастамасы. Үйлену оңай, үй болу қиын. Халық мақалы. Ұзын ғұмырлы әрі берекелі отбасы құрудың алғы шарты отбасы құруға дұрыс шешім қабылдаудан басталады. Демек, кез келген мәселені шешудің алғы шарты қойылған мақсатқа байланысты дұрыс шешім қабылдаудан басталады. Адамның адамшылығы істі қалай аяқтағанында емес, қалай бастағанында. Демей ме Дана Абай Құнанбайұлы. Ендеше өмірге адам әкеліп тәрбиелеуді мақсат еткен отбасыны құруда да басынан қателік жібермей, жар таңдаудан бастап дұрыс бастауға әрекет ету арқылы екі жас өз еркімен қабылдаған шешімдерімен болашақ отбасының іргетасын берік қалайды. Алайда қазіргі заманда ата-ананың қысымы, араласатын ортасының ықпалы және бірге оқыған құрдастарынан қалмау, тағы басқа факторлар болашақ екі жасқа мезгілінен бұрын дайын емес болса да отбасы құруға ерте шешім қабылдатуда. Отбасы адам баласына әрі физиологиялық, әрі рухани қажеттіліктен туатын, әрі қоғамдық, әлеуметтік мәдени өмір үшін отбасы құру адам баласының адам ретінде басқа жаратылыс иелерінен айырмашылығын көрсететін ең маңызды міндет болып саналады. Демек, осыншама маңызды отбасы құруды тек қана ер мен әйелдің арасындағы жыныстық қажеттілікті қанағаттандыру деп түсінгендер отбасында болатын рухани ләззатты бастамай жатып сөндіргендер болып саналады. Өйткені жыныстық ләззат адам ағзасы үшін белгілі бір қысқа уақытқа, яғни адам баласының ұнату сынды сезіміне берілген уақытша сыйлық болып саналады. Бұл қажеттілік жасалғаннан кейін ерлі-зайыптылар қалаған уақытын өткізу үшін отбасына кері әсерін тигізетін бос нәрселермен айналыса бастайды да ұрпақ жалғау, бала тәрбиелеу, қартайған ата-анаға қарау, қоғамға пайдалы істермен айналысу сынды адами құндылықтар далада қалады. Демек, жыныстық қажеттілік отбасы институтын алға сүйреу үшін қажетті құрал, әрі жаратушы тарапынан адам баласына отбасыда болатын қиыншылықтарды сездіру үшін ер мен әйелге берген сыйлық ретінде қарау керек. Олай болса, отбасыда сүйіспеншілік, құрмет, сый-сияпат, бір-біріне көмектесу, қуаныш пен қайғыны бөлісу, шыдамдылық, адалдық, тағы басқа адами қасиеттер бар. Отбасы деген алып кемені, жоғарыдағы адами құндылықтарды бір жерге топтастырып, бір арман мен мақсатқа тоғыстырғанда ғана алға жылжуға болады. Отбасыдағы маңызды адамдық қасиеттер. Отбасында маңызды болған адами қасиеттердің ең бастысы татулық. Сондықтан болашақта тату отбасын құратын екі жастың әр қайсысы өзіндік жаратылыс ерекшелігіне қарай өзінің жауапкершілігін дұрыс атқаруға деген толыққанды дайындықтары болуы шарт. Отбасыға қажетті дайындықтарда ең бастысы балиғатқа толудан бастап тәрбие, білім, әлеуметтік қарым-қатынас, жеке бас құндылықтары, діни түсініктер мен имандылық, өз ортасының мәдени өрісіне сай түсінік, тағы басқа назардан тыс болмауы керек. Алайда бұндай қажетті дайындықтар кез келген болашақ жас жұбайларда бір уақытта барлығы да болмауы да мүмкін. Сондықтан үйленетін жастар отбасы құрмастан бұрын осылардың барын ескеріп, өздерінде жоқ қажеттіліктерді заман талабына сай үлгіде ата-анадан, туыс-туғандардан немесе қоршаған ортамен үйленуге дайындық туралы арнайы курстардан алуға міндетті. Үйлену оңай, үй болу қиын. Қандай отбасы құру керек? Жақсы бір адаммен танысып, жақсы бір ақ отаудың босағасын көтеріп, өзі өмір сүрген қоғамда жақсы жар немесе жұбай болуға нақты шешім қабылдаған жастардың ойына келетін маңызды сұрақтар. Қалай жақсы отбасы боламыз? Қаржылық жағдайы жақсы болғаны ма? Атадан келген тектілікті жақсы болғаны ма? Көп оқыған бірнеше оқу орнының дипломы бар болғаны жақсы ма?
болашақ жұбайы жұмыс істей ме әлде үйде бала бағып қарап отыра ма? Еркектің немесе әйелдің үйленгеннен кейін басқа адамдармен, туысқандармен барыс-келісі қалай болады? Қай уақытта бала туу жоспарланады? Оны кім қалай тәрбиелейді? Тағы басқа сансыз сұрақтарды қоя берсек көп. Бұндай сұрақтарды үйленетін жастар алдын ала ойланып толғанып, жауабын іздемесе, үйленгеннен кейін жауабын табу өте қиын. Демек, жоғарыдағы сұрақтарға қарағанда ата-бабаларымыздың үйлену оңай, үй болу қиын деген тағылымы бостан босқа айтылмағаны белгілі. Себебі жар таңдап үйлену деген базарға барып бағасы мен сапасын қолмен ұстап, көзбен көріп ала салатын тауар емес. Соның өзінде базарға тауар алуға барған адам қандай тауардан қанша мөлшерде алатынын алдын ала білмесе, кім нені ұсынса соған мәз болып, қолында бар адал ақшасына адал емес сапасыз тауар алатыны сияқты өмірлік серігін таңдауда алданып сан соғып қалып, ертең өмір бойы бармағын шайнап, өкініп жүрмесіне кім кепіл? Оның үстіне сүйіп алған жары ұнамай қалса, кепілдік мерзімі толмай тұрып, фирмасына апарып беретіндей тауар емес. Қазақтар үй алма, көрші ал деген мағынасы таудай аталы сөз бар. Мәселенің маңыздысы сенің алған үйің болған материяда емес. Мәселен, ертең балаңмен баласы ойнайтын, әйеліңмен әйелі араласатын, әдепті, тәрбиелі, жомарт, жанашыр көршінің болуында. Осы аталы сөзді үйленумен салыстыратын болсақ, әрине өзіне не нәрсенің керек екеніне алдын ала ойланып шешім қабылдамаған екі ойлы адам басқалардың ұсынғанына қарай амалсыз шешім қабылдауға мәжбүр болады. Ұлы хакім Абай Құнанбайұлының жасаулы деп малды деп байдан алма, кедей қызды арзан деп құмарланба, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапіл қалма деген өлең жолдарынан ақ жар таңдаудың бүкіл болмысын аңғарамыз. Алдымызда өмір тағдырымызда не күтіп тұрғаны белгісіз. Алайда өмірден алған тәжірибелер мен қорытындыларға негізделе отырып, алдын ала сақтықтар жасап, жоспарлар құрып болатын тәуекелдердің алдын алмасақ та кері әсерін азайтуға болады. Әне сол сияқты жар таңдау мәселесінде де өмірлік тәжірибелер мен ата-аналардың ақыл кеңесіне, ұлттық болмысымыздағы құнды салт дәстүрімізге негізделмесек, 20 жыл өмір сүріп те әлі өз-өзімізді танымай тұрып, орта жолда кездескен жасы, жынысы, тәрбиесі, білімі, мәдениеті мен руы басқа, тіпті басқа отбасыда тәрбиеленген біреудің баласының мінезін танып білу, жоғарыда айтқанымыздай қолмен ұстап көзбен көретін тауар емес екеніне тағы бір рет сенуіміз керек. Демек, жасы 20-ға енді толған кез келген жастың ақылы мен білімі басқа бір адамды жар етіп қабылдауға жетпейтіні белгілі. Адамдар қалай алдын ала боран, өрт, тасқыннан сақтанатыны сияқты отбасы құрғаннан кейін де болатын қиын сынақтардан аман сау өту үшін алдын ала сақтық шараларын жасауға міндетті. Бүгінгі таңда айналамызда үйленіп, отбасы құрып жатқан жастар мәселесіне көз жүгіртіп, зер салып қарасақ, көбінесе өмірлік тәжірибесі аз 2 жастан бастап 2 жастың ата-аналары, яғни болашақ құда-құдағилар да алда болатын тәуекелдерді сөз етіп, олар туралы сақтық шараларын ойластырғанның орнына тек қана жақсы нәрселерді сөз етіп, алда болатын сынақтарды сөз етудің өзін жаман ырым санап, жастарды да бұндай нәрселерге бастарын ауыртпай, үйлену тек қана той жасау деп түсінетін жағдайға жеткені белгілі. Ал жастар болса өмірде көргені аз, тәжірибелері жеткіліксіз болғаннан кейін той жасасақ болды, бақытты болып кетеміз деп ойлайды. Олар алғаш танысудан басталған бір-бірін сағынып тұру, ренжітпеу, аялау, сыйлық сыйлау тағы басқа әрекеттер табысқанға дейін тіпті одан әрі жалғаса береді деп ойлайды. Алайда үй болып шаңырақ көтерген сәттен бастап өмірінің қиыншылығы мен жауапкершілігі басталған сәттен бастап кімнің кім екені шынайы жүзі белгілі болады.
тіпті шешімі қиын сұрақтар алдынан шыққан сәтте үйленгендеріне өкінетіндер қаншама. Демек, үйлену, отбасы құру деген тек қана ақ көйлек киіп той жасау еместігін кеш түсінеді кейбір жастар. Кез келген ұлы мақсатқа жету үшін сол мақсатты орындауға қажетті әрекет, қимыл, әдіс, тәсілдер болады. Өмірдің жалғасы адамзат қоғамының бір кірпіші мен немесе бір клеткасы болып саналатын отбасы құрумен өмірге бала әкеліп тәрбиелеудей ұлы істі жүзеге асырудың өзіндік тәртібі мен әдісі, амалы, қимыл әрекеттері бар. Жар таңдау, құдалық, қалың мал, той жасау, тағы басқа амалдар осы ұлы мақсаттың іске асуына алғышарттар ғана. Өкінішке орай, қазіргі заманда екі жастың отбасы құру, болашақ шаңырақ көтеріп, отбасы құру үшін ата-аналары мен тәжірибесі жоқ екі жастан бастап барлығы тек той дайындығы, киім алу, ойын-сауық, думан, қызықтың жетегінде жүріп, екі жастың болашақта болатын қиыншылықтары мен басқа да мәселелерін қыз жақ пен жігіт жақтың көзқарақты тәжірибелі адамдар бір жерге келіп ақылдасып іс жасау, алдын ала жастарға болатын сынақтарға қалай шыдауға болатыны туралы кеңес беріп, оны өздерінің қандай әдіс-тәсілдер арқылы жеңіп шыққандарына байланысты тәжірибелерімен бөлісіп, оларға дұрыс жол көрсету жетіспейді. Осындай тәжірибесіз жастардың албырт сезімінің жетегімен ақылсыз құрған отбасыларының түтіні түзу ұшпай селбесіп өмір сүру, мәселені ақылдасып шешу, отбасында жауапкершілікті бөлісіп істеу, баланы алдын ала жоспарлау, тағы басқа барлығынан хабары жоқ. Тіпті денсаулықтары да үйленуге дайын емес екенін білмейді жастар. Әне, соның кесірінен қаншама ауру балалар мен бала көтере алмаған бедеу жастар пайда болуда. Бұндай мақсатсыз, жоспарсыз құрған отаудың соңы ұрыс керіс, бір-бірін кінәлау, екі жақтың ата-аналарына тіл тигізу, тіпті ажырасуға дейін апаруда. Қоғамның түпкір-түпкіріне қарап көрсек, бұндай трагедиялар толып жатыр. Алайда, бұнымен бас қатырып, мәселенің шешімін жолын алдын ала қарастыру, жастарды бұндай қателіктерге бармауға жол сілтеп ақыл айтып жатқан ешкім жоқ. Болса да, ондай олқылықтар әлсіз. Жалпы біздің қоғам әлеуметтік ортада болып жатқан мәселелердің тек қана салдарларымен ғана күресуде. Шын мәнісінде мәселенің шешімін табу үшін мәселенің себебімен күресу, яғни болып жатқан мәселе қайдан шыққанын анықтап, сол жерден бастап оны шешумен айналысу. Алайда біздің қоғам қазірге дейін кез келген мәселе болған кезде ғана оның шешу жолдарын қарастыра бастайды. Бұндай істер болашақта осындай проблемаларға әкеліп соғуы мүмкін деген адамдарға жаман ырымды бастама деп аузынан қақпақ болып, алда болатын қиыншылықтарға алдын ала шешім жолдарын қарастырғысы келмейді. Бара көрермін, көш жүре түзеледі, немесе көппен көрген ұлы той, жұрттың бәрі жүр ғой деген сөздермен өздерін алдап, ақылдан гөрі сезімге көңіл беріп, ондай мәселені ойлағысы да келмейді. Негізінде қазақта жаман айтпай жақсы жоқ деген жақсы мақал бар. Бұл мақалдың негізгі мағынасына үңілер болсақ, кез келген істі істеу барысында әуелі ол істі істеу кезінде болатын барлық қауіп-қатер, тәуекелдерді алдын ала тәжірибе мен практикаға сүйене ақылдаса отырып, болуы мүмкін келеңсіздіктердің бәріне күні бұрын шешу жолдарын қарастырып қою деген сөз. Бұл кез келген жақсы істің бастамасына күні бұрын жаман оймен жаман энергия жинау деген сөз емес. Қайта кез келген жағдайға тосынсый ретінде емес, алдын ала шешім жолдарымен күні бұрын дайын болу деген сөз. Ендеше отбасы құру, үйлену, сөзіміздің басында айтқандай қысқа мерзімге арналған ортақтасып іс жасайтын бизнес немесе сауда емес. Бұл екі жас некесі қиылған күннен бастап ақыретке одан ары мәңгілікке жалғасатын ұзақ сапардағы жолдастық, бірге өмір сүру болып саналады. Сондықтан оның соңының қалай аяқталуы Абайдың сөзімен айтқанда қалай басталғанына байланысты.
қалай басталғанына байланысты. Бізде отбасы отанның бір бөлшегі деген ұғым бар. Ендеше әлемдегі түрлі мемлекеттер 50 жылдан кейін не болатынын есептеп, сол үшін айға барып, ғарышқа ұшып, мұнай-газ құбырларына миллиардтаған қаржы құйып, болашақ 50 жылдан кейін болатын тәуекелдерге сондай-ақ дайындалып жатқаны сияқты, болашақ отанның бір бөлшегі болып саналатын отбасының да болашағына дұрыс жауапкершілікпен қарауға міндеттіміз. Себебі қанша жерден ғылым мен білім дамып, экономикамыз көтерілген сайын отбасы құндылықтарымыз жоғалуға бет алып, адамдық құндылық аяқ асты болған қоғамда дамудың да пайдасы жоқ екені белгілі. Алайда жоғарыда айтқан экономикалық жақтан қатты дамыған елдер қанша жерден айға ұшып, ғарышты бағындырғанымен адамдық құндылық пен отбасы мәселелерінде шектен тыс азғындыққа қатты ұшырағаны белгілі. Англия, Германия сынды кей мемлекеттерде отбасы жоқ, жалғыз басты адамдардың мәселелерімен айналысатын арнайы жалғызбастылар министрлігі құрылды. Осы бетімізбен кете берсек, 50 жылдан кейін мемлекет болып қаламыз ба деп алаңдай бастады. Ендеше отан үшін, тіпті адамзат үшін де өте маңызды болған отбасы құру үшін де алдын ала жоспар құрып, өмір практикаларына негізделген дайындықтар жасалуы міндетті. Алайда үйленуден бұрын қажетті барлық сақтық шараларын жасап, барлық болуы мүмкін болашақ мәселелердің алдын ала шешімін ойлап, болдырмауға тырыссақ та, бәрібір жас жұбайлар бір-бірімен түсінісе алмай, құрған шаңырақтары теңселуі де мүмкін. Сондықтан біздің айтайын дегеніміз, осы кітап арқылы болашақ отбасы құратын немесе құрған жастарға отбасыларында болған немесе болатын мәселелерді түбірімен шешпесек те, аз да болса да көмекші болу. Тіпті мәселелердің шешімі тек қана материалдық жағдайға, себептерге ғана байланысты емес, біздің жасаған сақтық шараларымыз бен құрған жоспарларымыз тек қана әттең бұлай істегенде бұлай болмас еді деген өкінішке бармаудың алғы шарты. Бармақ тістейтін өкініштің алдын алу үшін осы сақтық шараларын жүзеге асыруға көңіл бөлу керек. Бірінші бөлімнің соңы. Достар, кітаптың аудионұсқасы ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде жақындарыңызға таратыңыздар. Жас отбасыларға және де отбасы құруға ниет қылып жүрген барлық жастарға таратыңыздар. Әр қазақтың отбасы біз үшін өте маңызды.